Сәлем достар, бүгінгі тақырып 4 айлық балаға қалай массаж жасалады, қандай приемдар қолданылады, сол жайлы көрсететін боламын. Енді аяқ астынан түсіріп жатырмын. Пациентімнің үйінде петличка жоқ. Сондықтан дауысқа мән бермеңіздер. Главный көрсететін техникаларға мұқият мән беріңіздер. Ең алдымен достар, каналға лайк басып тіркеліп кетейік. Подписаться деген батырманы. Видеомызды бастаймыз. Так, қызыл маймен жасаймын мен. Осылай бірінші май жағып қыздырып аламыз. Кішкене жақындап түсірсеңіз де болады. Так, достар, мен негізі памперсті алып тастаған дұрыс та. Мен видеоға түсіріп жатқаннан кейін памперспен не қылып жатырмын, ато банға жіберіп. Вот мен қызыл маймен жасаймын өзім. Қызыл майдан қандай пайдасы бар десеңіз, бұл салқындалады қызыл май. 4 айлық балаға қазір общий массажды көрсетемін. Плюс бұл балада дисплазия бар. Яғни шат ашылмайды. Май жағып қыздырып аламыз. Алдыңғыдай көрсеткенімде, алдын 6 айлық баланың видеосын көрсеткенім, сол сияқты общий массаж жасалады. Бірақ жаңа қосымша техникалар бар да. 4 айында бала уже аунау керек. Бұл аунайды уже? Иә. Бұл аунайды. Алдында да массаж алған мен. Енді дисплазиясын алып жатыр. Табанынан бастаймыз, алдын көрсеткенімдей. Мен қолмен де үйреніп қалған, сондықтан тез қимылдайды да. Сіздер басында енді асықпай жасай берсеңіздер болады. Мен өзім қолым үйреніп қалғанда уже 7 жылдан бері массаж істей беріп. Қолды бір қойдыңыз ба до конца, не қыласыз? Алмайсыз да, бүйтіп бір қойдыңыз ба до конца жамбасқа дейін жасайсыз. Жамбасқа дейін жасайсыз. Достар, осы видеоны WhatsApp группаларға жіберіңіз. Достарыңызға баласы бар, массаж алғысы келіп жүрген өз баласына өз массаж жасап үйренсе болады. 4 айлық, егер 4 айлық болса. Енді бір қолыңызды осы жерден ұстап аласыз. Обязательно 2 қолмен жұмыс жасайсыз ғой. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Міне, екінші аяғын міне бүйтіп мен санымен басып алғанмын. Специально, чтобы мешать бермес үшін да бүйтіп. Міне, ешқандай балаға ауырсыны болмайды. Вот сол кезде удобный жасалады. 1, 2, 3. 1, 2, кішкене алыстан түсіріп, екеумізді ала беріңіз. 1, 2, 3. Көрдіңіз ғой да? 1, 2, 3. Бұл балада дисплазия бар, яғни шат ашылмайды дедік. Сондықтан мына әдісті көбірек қолданамыз. Шатын ашу керек та уже. 1, айналдырып, 2, 3. 1, 2, 3. Қараңыз, міне. Екінші аяғымды ұстап алғам, специально. Кетіп қалмас үшін бұлай. Потом екінші аяғына өтеміз. Шаттарын обязательно жасайсыз, шаттарына да. Бірақ шатына көп жасамайсыз. Табанынан бастаймыз. Қайдалап айтам, бұл 4 айлық балаға жасалатын массаж. Қосымша приемдарын көрсетіп өтемін арасында. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийге қойып отырсаңыздар болады. Мен бәрін оқып, жауап беремін. Қандай тақырыпта видео түсіргенімді қалайсыз, келесі неде да. Неше айлық балаға түсірейін, 6 айлыққа түсірдім, бар видеосы. Енді 4 айлыққа түсіріп жатырмын. Келесі тақырыпта неше айлық балаға видео түсірейін деген сияқты комментарийге өз сұрақтарыңызды қойып отырсаңыздар болады. Петличкамды алмаппын қоям әшекке. Тізесіне қатты жасамайсыз. Тізесінің айналаларына көбірек мән берсеңіз болады. Бірақ тізесін қатты бейт басуға болмайды да. Түсінікті ғой да? Легкий бетін. Атак жандарын жасай берсеңдер болады. Бұлшық етті жасайсыз ғой. Қатты баспайсыз, көгеріп қалуы мүмкін. Сондықтан легкий.
массаж істегенде жақсы көріп жасау керек баланы. Кәдімгі жұмысыңды жақсы көріп та. Сол кезде егер мысалы сен дұрыс жасамайтын болсаң, балаға массажды өзің балаңа болсын, через не хочу жасайтын болсаң, оны бала сезеді. Бала сезеді оны кәдімгідей. Бала жылап, ыңырсып, қатты неғып кетуі мүмкін. Жылап кетпегіз. Өзім айтып отырмын. Міне, егер жаңа айттым ғой, дисплазияның белгісі бар деп, қара, бұл шаты до конца ашылмайды. 180 градусқа ашылу керек негізді. Бірақ қазір алдыңғыдан қарағанда нормально ашылып келе жатыр. Бірінші кезде кішкене бүйтіп тұратын еді. Уже 10 күн массаж жасай берсеңіз, мысалы 3-4 курс жасалады. Осы приемда да көбірек жасайсың. Балаға кішкене неприятный болады, қара. Міне, осылай екі тізесінен ұстаймыз. Осы жеріне бүйтіп ұстап аласыз да, айналдырасыз. Айналдырып жасайсыз. Баланың егер шаты дұрыс ашылмайтын болса. Міне, балаға кішкене неприятный болады, бірақ сонда да жасау керек. Бұны 1 жасқа дейін кетіру керек. Егер баланың шаты дұрыс ашылмайды, дисплазияның белгісі деп жатырмыз ғой. 1 жасқа дейін кетіру керек. Егер де мысалы 1 жасқа дейін кетірмейтін болса, бұл ешқандай бір ауруға жатпайды. Бірақ неде? Мысалы 1 жасқа дейін кетірмейтін болсаңыз, бала жүргенде бүйтіп талтайып жүруі мүмкін да, талтайып жүреді. Шаты ашылмайтын, кетірмейтін болсаң. Бірақ ешқандай ауруға жатпайды. Сол үшін балаң талтайып жүрмес үшін бұны 1 жасқа дейін кетіріп тастау керек. Бұндай жағдайда бесікке мүлдем жатқызу болмайды. Бесікке. Түсінікті ғой да? Бесікке жатқызбайсыздар, егер баланың шаты дұрыс ашылмайтын болса. Балаға вот неприятный болады, бірақ потом кеткеннен кейін приятный болады. Қазір әлі боста сіңірлер өйтіп қатайып кеткен жоқ. Тез кетіруге болады да. Даже 3 курстан да кетіруге болады. Енді ол жалғыз массажистке байланысты емес, ата-анасына да байланысты да. Аяғын ашып жүру керек, көтеріп бүйтіп. Түсініп отырсыз да? Көбірек аяғын ашып жүру керек та. Көтерген кезде. Тяжелый түрі болады, негізі дисплазияның да, яғни шаты действительно қатып қалған, уже 7 айлық, мысалы 6 айлық, даже 8 айлықтан барып не қылады. Ондайларға обязательно не подушка фрейка деген бар. Подушка фрейка 2 аяғын ашып қояды. Шина емес. Ана киімнің сыртынан кигізіп қояды да. Аяғы ашық жүреді да. Вот сонымен тез кетеді. Потом аяғынан кейін қолына өтеміз достар. Алақандарын, міне. Алақандарын жасаймыз. Біреулердің алақаны ашылмайды. Гипертонус болады да, балада гипертонус болады. Алақаны ашылмайды, ондай жағдайда бүйтіп міне саусақтардан ұстап аласыз бір қолыңызбен, бас бармағыңызбен, екінші бас бармағыңызбен уқалайсыз. Көрдіңіз ғой? Ешқандай қиындығы жоқ, адамның істеген адам істейді. Достар, айтпақшы, видеоға лайк баспасаңыз, лайк басып кетіңіз. Ондай не тұрғанда. Сосын каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп подписаться етіп. Осы видеоны WhatsApp группаларға жіберіңіз. Туыста, ағайындар деген группа бар ғой. Енді кішкене көмек болсын басқаларға. Тегін ақпарат қой. Қазақ тілі балалар массаж контентін қолдап кетейік. Қазақстанда көп жоқтандай балаға массаж деген, тек орыстардың еш жағда ютубтан қарасаң. Соны көбейтейік деп түсіріп жатқан жайымыз бар. Кішкене бір жағынан пайдасы тисін деп. Достар, тағы айтатын мәселе, мен балаға массаж жасауды тегін үйретіп жатырмын. Яғни Telegram каналымда. Комментарийде сілтемесін описаниеге қойып кетемін. Telegram каналыма өтсеңіз, балаға полный обзорын көрсетемін сол жақта. Сондықтан Telegram каналыма өтіп кетіңіз. Описаниеде Telegram каналының сілтемесін қалдырам. Екінші қолына өтеміз. Біреулер бар да, мысалы қатты гипертонус болса, екінші қолын жасап атасың ғой. Кетіп қала береді да бала уже. Көрдің ғой, ондай жағдайда ата-анасына бүйтіп айтасың. Ата-анасына или біреуге бүйтіп ұстап отыр дейсің бір жағынан. Екінші қолына жасайсың. Сондай балдар болады. Бір жайында жатпайды да, уже балада тонус гиперактивный, тонусы повышенный балдар болады сондай. Ал біреулер болады бос, былқылдап, былай жатсаң, былай жатады, былай жатқызсаң, былай жатады. Сондай бос балдар болады. Ондайды гипотонус дейміз. Тонусы шамадан тыс төмен дейді. Бұлшық еті андай жұмсақ болады. Бравадады ғой, короче ше. Ол D3 витамин жетіспеушілігі, рахиттің белгілерінің бірі да, D3 витамин жетіспеушілігінен болады. Сондықтан баланың D3-ін, кальцийін тексеріп, мысалы анасы аяқ ауыр кезінен бастап, соны қадағалау керек та,
іштегі балаға нормально жету үшін. Так, аяғын қолын жасадық, потом арқасына өтеміз. Жаңа айтқандай негізі памперсін алып тастайсыздар достар. Жамбасына полный жасайсыздар да, мен видео болғаннан кейін памперс кигізіп қойдым. Май жағамыз достар қызыл маймен жасасаңыз болады. Немесе baby oil деген масло бар. Көк. Турецкий ма, атын ұмытып қалдым. Көк. Сол күшті, иісі де приятный, аллергия де бермейді балаға. Johnson Baby деген майды қолданбаңыздар. Так, май жағамыз, арқасына, потом қыздырамыз. Қыздырамыз обязательно. Денені қыздырып аламыз. Мысалы, машиненде қыздырмай айдап кетпесін ғой. Сол сияқты бұл да денені қыздырып алып, кішкене массаж жасаймыз сосын. Вот жамбасынан бастаймыз. Жамбасынан уқалап, алдымен общий массаж көрсеткем негізінде 6 айлық балада. Тура сол сияқты общий массаж жасалады. Бірақ мысалы 6 айлық балада мен айтқанмын, беліне көбірек көңіл бөлесін деп та. Ал бұда мысалы беліне емес, мысалы қандай ақауы бар. Аунауына көбірек көңіл бөлесін, аунамайтын болса да бала. Содан кейін жаңа дисплазия деп жатырмыз, ақауы бар. Дисплазиясына көбірек мән бересін. Дисплазия дегеніміз әр түрлісі бар енді ол. Мысалы шат ашылмайды деп жатырмыз, ұршығы жоқ болады біреулерде. Ұршығы кішкентай болады, оны рентген арқылы білінеді да, оны рентген арқылы білінеді. Мысалы ұршығы жоқ балдарда ұршығы немесе кішкентай болады, екі жамбасына көбірек мән бересің, мына екі жамбасына көбірек массаж жасайсың. Көрдің ғой, әр диагноздың өзі әр несі болады. Жақсылап массаж істейміз. Мына бел омыртқаға тиіспесін достар. Мына баланың омыртқасына, мына бел омыртқа бар кәдімгі. Жақында көрсетсеңізші. Түсінікті тілмен көрсетейін. Мына омыртқаға массаж істелмейді, естеріңде болсын. Осының қапталдарына, жандарына істесіңдер, міне, жандарына істесіңдер. Түсінікті деп ойлаймын. Алыстан сөйлеңіз. Сосын тағы бір айта кететін фишка, егер бала мойнын бір жаға көп қарайтын болса, мысалда мойынға массажды соңынан жасаңыз. Себебі мойынға жасайтын болсаңыз, бала жылайды да, одан кейін қалған жеріне дұрыс массаж жасалынбай қалады. Сондықтан мойнына соңына көңіл бөлгеніңіз дұрысырақ болады. Енді өздерің білесіңдер ғой, мен өзім сөйтіп жасаймын да. Мойнына соңына көңіл бөлген дұрыс. Жамбасына қайтып аяғын өтеміз. Солай достар, видео түсінікті болып жатыр деген ойдамын. Егер бір түсінбеген жерлеріңіз болса, бір қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийге обязательно жазып отырыңыздар. Мен оқимын сіздің жазған сөзіңізді оқып, жауап беретін боламын. Қандай да бір түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийге жазыңыз. Ана жері қандай еді, мына жерін түсінбей қалдым деген сияқты. Жаңа рахиттің белгілерінің бірі, мысалы біреулердің шаш сирек болады ғой, ол D3 витамин жетіспеушілігінен тоже. Рахиттің белгілерінің бірі да. Жандарын, егер аяғының ұшымен жүретін болса, бала мына ақел сіңіріне жасайсыздар. Бала аяғының ұшымен жүретін болса, мені көбірек мән бересіздер. Бала аяғының ұшымен жүретін болса. И элфка жүретін әне. 1, 2, 3. Көрдің ғой, менен ұстап алдым. 1. Аяғының ұшымен жүретін болса, жерге көбірек көңіл бөлесің да. 1, 2, 3. Қазір тағыдай гимнастикалары бар, көрсетем. Екінші жамбасына өтеміз. Достар, мен қолым тез кетіп отқанға не қылмаңыздар. Өзі қолым тез жаңа айттым ғой видеоның басында. Сендер асықпай жасай бересіңдер. Мен өзім қолым үйреніп қалған. Жандарын бәрін жасаймыз. Жаңа аяқтың ұшымен айттым ғой, мына жерге көңіл. Гипоксия болса, гипертонус болса, осы аяқтың ұшымен көбірек басады. Аяқтың ұшымен. Қананокқа салып olmayды бұндай кезде. Естеріңізде болсын. Қананокқа баланы ұшын салмай қойыңыз. Маяқтан отырып түсіріңізші. Неден ұстаймыз? Элфка кетеді, элфка. 1, 2, 3. Асықпай жасаса, асықпай. 1, 2, 3. Өзіңізге не уверен болсаңыз, жасамай қойыңыз. Қорқсаңыз да егер. 1, 2, 3. 1, 2. Көрдің ғой, 1, 2. Тек массаж емес, элфкасы да жүреді да. 1, 2.
қосымша доптарға, ковриктерге жүргізсеңіз болады, егер үйіңізде болса, бір офисте болса, қосымшада. Раз, два, три, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Бұл да беліне жақсы көмек болады. Раз, два, три, раз, два, три. Баланы осылай ішпен көп жатқызу керек. Сол кезде міне қара, бәрі спокойно, әдемі болып тұр. Бала ішпен жатқаннан кейін қара, уже қолын тірейді. Қараңыз, көрдіңіз ба? Мойнын күшті ұстап тұр, кеудесін көтеріп тұр. Ішпен көп жатқызу керек та баланы. Жамбасынан ұстаймыз, міне, элфка. Раз, два, три. Уже дисплазиясына да. Раз, два. Белінен қатты басуға болмайды, жамбасынан ұстап отырып. Раз, два, три. Топлап жүрек. Міне, раз. Екі жамбасынан ұстап тұр, міне. Екі қолынан. Жауырына жақсы бол, жауырына жабыспас үшін. Раз, два. 4 айлық баланың кейбіреуінің жауырына жабысып қалады. Раз, два, три. Беліне гимнастика. Раз, два, три. Біреулердің мына жерге жабысып қалады. Қолтығы да жібермейді, қарап, осындай болып тұрады. Ондай жағдайда бүйтіп ашамыз қолда. Міне. Ұстаймыз да. Мына жерлеріне көбірек бүйтіп жасайсыз. Балаға кішкене неприятный болуы мүмкін, бірақ өстіп жасауға болады. Мойны нормальный. Вот міне. Потом қайтадан екі шатына жасайсыз. Арқасы полный біткеннен кейін екі шатына жасаймыз. Дисплазия болса да, егер шат ашылмайтын болса, шатына көбірек мән бересіз. Шатына көбірек мән бересіз. Өзіне шатының сіңір сияқты болып тұрады өзі. Соның үстін қолайсыз ғой. Қатты баспайсыз, көгеріп қалуы мүмкін. Видео түсіріп болғасын жасайсыз бұны. Екі шатына жасайсыз да, потом міне осындай элфка кетеді. Памперсін шешіп тұрып жасаймын. Раз, два, три. Раз. Айналдырып отқан кезде уже сезінуің керек қой, кәдімгі айналып отқанын көбейіп, айналып отқанын сезінуің керек қой, ұршықтың да. Раз, два, три. Раз, два, три. Потом мынандай элфка. Раз, два. Жауырын жабыспас үшін, қолтық асты жабыспас үшін, иықтары жабыспас үшін, чтобы. Раз, два, три. 1, 2, 3. Опа. Потом міне. Раз, два, три. Ауна. Раз, два, три. Кетті ғой. Енді бұлай. Екі аяғынан ұстаймыз. Раз, два. Опа. Ей. Ауна кетті ғой. Раз. Аунамайтын болу үйтін яқ көтпейді енді. Аунайтын болады, чтобы. Опа. Осылай жасайсыз. Асықпай жасаңыз бірақ, мен просто қолым тізде үйреніп қалғаннан кейін. Каналға тіркеліп кетеміз, достар. Лайк басамыз, комментарияға сұрақтарыңыз қойыңыз. И осы видеоны WhatsApp группаларға жіберіңіз. Все, келесі видеода жолыққанша.